Армысыздар, құрметті оқырман. Сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі күні белсенділген көмірді медицина саласында қолданып келеді. Қазіргі таңда бұл дәріні аруларымыз сұлулық әлемінде де пайдаланып жүр. Себебі оның адам ағзасындағы зиянды заттарды жақсы сіңіретін өзгеше қасиеті бар. Оған 1811 жылы атақты француз химигі Мишель Бертрандтың жасарған тәжірибесі дәлел бола алады. Мишель дозасы тым жоғары уды ішеді, бірақ умен бірге белсенділген көмірді қабылдаудың арқасында химик тірі қалады. Сондай-ақ өзін бір қалыпты жақсы сезінеді. Атақты ғалымның тәжірибесімен өмірге келген кішкентай ғана қара дәрінің арқасында ағза удан және түрлі жағымсыз әсерлерден тазарады. Сонымен, белсенділген көмірді сіздің сұлулығыңыз үшін қалай пайдалануға болатыны туралы тоқталайық. Ең бірінші, артық салмақтан арылтады. Артық салмақтан арылуды ойлаған сұлуларымыз тиімді құрал ретінде белсенділген көмірді қолданады. Ол ішектегі шлактар мен токсиндерді құтылуға және салмақ тастауға жәрдемдеседі. Келесі, жағымсыз иісті жояды. Тоңазытқыштағы жағымсыз иістер үй шаруасындағы әйелдер үшін жиі кездесетін мәселе. Оның себебін тапқанымен, тоңазытқыштағы жағымсыз иістер қанша жусаң да жойылмауы мүмкін. Мұндай жағдайда белсенділген көмір мен қара нанды пайдалану керек. Таблеткаларды ұнтақтап, нанның арасына салып, тоңазытқыштың барлық сөресіне қойып шығыңыз. Осы әдістен кейін тоңазытқышта мүлдем иіс қалмайды. Үй қабырғаларын көгеруден сақтайды. Ылғалдылығы жоғары жерлерде уақыт өте келе зеңдер мен саңырауқұлақтар пайда болады, ал олардан дер кезінде құтылу қиынның қиыны. Алайда бұл қолайсыздықты белсенділген көмір таблеткалары шеше алады. Мысалы, асхана және жуынатын бөлме, терезе төсеніштері сынды ылғалдылық деңгейі жоғары жерлерге белсенділік көмір таблеткаларын езіп, сеуіп қоюға болады. Белсенділген көмір табиғи су сүзгісі. Белсенділген көмір өндірістік қалдықтар мен судағы химиялық заттарды жақсы сіңіреді. Сол себепті суды тазарту үшін белсенділген көмір таблеткаларын қолдануға болады. Ол үшін сізге су құятын контейнердің диаметріне сәйкес келетін мата қажет болады. Матаның ішіне белсенділген көмірді салып, су сүзгіш фильтр ретінде қолдансаңыз болады. Аздаған уақыттан соң таза су тұнбасын көре аласыз. Ауа тазартқыш. Сіз белсенділген көмір арқылы жағымсыз иістерді кетіріп қана қоймай, бөлме ауасын тазарта аласыз. Күнделікті тұрмыста қолданып жүрген ауа тазартқыштары ағзаға қауіпті екенін бәрі біледі. Ал біз пәтердегі сүйікті хош иісті мүмкіндігінше тұрақты ұстап тұрғымыз келеді. Егер де үйіңіздің хош иісін сақтағыңыз келсе, белсенділген көмір таблеткасын эфир майына салып, оны пәтердің әр бұрышына қойыңыз. Осылайша сіздің үйіңіздің жұпарлығы еселене түседі. Қара маска дайындау. Бағасы жоғары сенсациялық қара масканы белсенділген көмір арқылы дайындауға болатынын білесіз бе? Ендеше хабардар болыңыз. Белсенділген көмірдің 3 таблеткасын ұнтақтап, қоспаға 3 ас қасық су мен желатин қосып, мұқият араластырыңыз. Алынған затты терінің проблемалы жерлеріне жағып, 15 минут күтіңіз. Аздаған уақыт ішінде жүзіңізде сәл де болса өзгеріс бар екенін аңғарасыз. Масаңдыққа қарсы тұрады. Кейде көңілді кеште алкогольді ішімдік тұтынған болсаңыз, таңертең бойыңызды билейтін жағымсыз сезіммен де таныс боларсыз. Қиын жағдайдан шығудың жолы оңай. Таңнан қара кешке дейін тынымсыз тіршілік істеуіңізге көмірдің бар болғаны бір ғана таблеткасы жәрдемдеседі. Ол әлсіздікке, бастың ауыруына және жүректің айнуына жол бермейді. Косметикалық мұз. Белсенділген көмір қосылған мұз текшелерінің теріні сергітіп, жасартатын, сонымен қатар май бездерінің қалыпқа келтіретін қасиеті бар. Мұндай мұзды дайындау үшін ұсақталған көмір таблеткаларын сумен араластырып, яғни 100 грамм суға 1 таблетка қалыпқа құясыз. Дайын болған мұз текшелерін таңертең бетіңізді жууға қолдансаңыз болады. Шаш тазалығы.
Белсендірілген көмірдің сіңіргіш қасиеті шаш фолликулалары мен бас терісін тазартудың тиімді әдісін көрсетеді. Ұсақталған көмір таблеткасын су сабынының бір бөлігіне жағып, шашыңызды қоспамен жуыңыз. Бұл процедура майлы шаштарға жақсы көмектеседі. Шаштың майлылығын жояды және таза шаштың әсерін ұзаққа жеткізеді. Денеге арналған скраб жасау. Белсенділген көмір теріні тазартатын таптырмас құрал болып табылады. Бір таблетканы ұнтақтаңыз, алынған ұнтақты сұйық балмен араластырыңыз және дайын болған скрабты денеңізге жаға беруге болады. Көз сүрмесі. Табиғи косметиканы ұнататындар мен арнайы көз сүрмесі жоқ аруларымызға белсенділген көмір көмектесе алады. Көмір таблеткасынан кірпіктің әдемі көрінуіне әсер ететін туш дайындауға болады. Ол үшін ұсақталған белсенділген көмір таблеткаларына жажоба майы мен алоэ шырының бірнеше тамшысын қосып, мұқият араластырыңыз. Дайын болған қоспаны ыңғайлы контейнерге құйып, күнделікті туш ретінде пайдалануға болады. Бет терісін жууға арналған құрал дайындау. Сіңіргіш қасиетінің арқасында белсенділген көмір теріні жақсы тазартып, артық майды кетіреді. Сондай-ақ безеуді кетіріп, әжімдерді тегістеуге көмектеседі. Сондықтан күнделікті жуыны кезінде ұнтақталған белсенділген көмір таблеткаларын бетке арналған скраб ретінде қолдануға болады. Белсенділген көмір тісті ағартады. Бұл тісті ағартудың ең қарапайым әрі арзан тәсілі болып табылады. Ол үшін белсенділген көмірдің бір таблеткасын суға езіп, тіс пастасы ретінде қолдану керек. Ағартуға арналған ұнтақта қарағанда осы әдістің нәтижесі жақсырақ болады. Бұл әдісті аптасына 1 рет қолдану ұсынылады. Эмальдің зақымдануын болдырмас үшін оны жиі қолданбау керек. Осымен белсенділген көмірді сұлулық үшін қолданумен таныс болдыңыздар. Алдағы уақытта белсенділген көмірді адам ағзасына пайдасы мен зияны туралы бөлісетін боламын. Бұл видеода белсенділген көмірмен қай органды қалай дұрыс тазалау керектігі жайында білетін боласыздар. Видеоны жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.